Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді сүзбелі запеканка дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен творогымызға, 600 грамм творогымызға 3-4 ас қасық, немесе тәттірек қылғыңыз келсе 5 қасықтай қантымызды салып, одан кейін кішкене ванилинімізді салып, одан кейін сары жұмыртқаның сары уызын саламыз. Жақсылап блендермен езетін боламыз. Және де 3 ас қасық манный крупаны, 3 ас қасық қаймағымызды салатын боламыз. Негізі 3 ас қасық қаймағым кішкене аздау болып, соңында тағы да қосыңқырадым, себебі творогым менің қоюлау болды. Жұмыртқамыздың ақ уызын осылай блендермен жақсылатып, араластырып, қоюлатып алатын боламыз. Негізі бірге де салып барлығын араластыруымызға болады, бірақ бөлек осылай ақ уызын араластырып көпіртіп алсақ, ол біздің запеканкамызға керемет көлем беретін болады. Дәл осындай қою күйінде болғанша дейін араластыратын боламыз. Бір 10 минуттай араластырдым. Одан кейін барлығын бірге қосып, біркелкі масса болғанша дейін қасықпен жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 50-60 минуттай пісетін болады. Ол енді сіздің духовкаңызға байланысты. Сол себепті беті қызарғанша дейін, запеканкаңыздың беті қызарғанша дейін жақсылатып пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде формаңызды майлауды ұмытып кетпеңіздер. Және де мен осы жерде 20 сантиметрлік диагоналі форма қолдандым. Ал сіз қалауыңызша қолдансаңыз болады, бірақ кішкенерек осындай форма қолдансаңыз биіктеу болып, әдемі болып пісетін болады. Мінекей біздің запеканкамыз дайын болды. Сүзбелі запеканкамыз өте қарапайым, қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Және де менің ойымша испанский чизкейктен кем түспейтін запеканка болып шықты. Өте дәмді болып шықты. Иісі деген тіпті ас үйіңіз емес, үйіңіздің барлығын алып кететіндей болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмін татып көріңіздер, өте оңай жасалады. Шаймен жесеңіздер ыстық күйінде өте керемет үйлесімін табады. Жасауға кеңес етемін. Және де каналға тіркеліп, рецепттерге лайк басуды ұмытпаймыз.